Ал, атыңыз кім еді? Айгерім ханым, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Қалыңыз жақсы ма? Атыңыз кім Жағдайыңыз еді? жақсы ма? Есімім Айбек Айбек. мырза. Иә. Айбек Тахир. Сонымен сандуғаштың мәселесінде сандуғаштікі бәріңіз дұрыс деп отырсыздар ма? Бақтиярдікі дұрыс емес, Мен білмеймін енді араларындағы әңгімелер қандай, қаншама жылдардан бері жиналып қалған өкпе-реніш қой. Бірақ сондай мүмкіндік беріп тұрғанда өмір бойы алименттен босатып жатқан кезде әйелі тез қимылдап Бақтияр ағаға құжаттардың бәрін рәсімдеп құтыла қалу керек еді. Енді өзінің қырсық мінезіне запас шегейін деп отыр. Негізінде бұл бар ғой, қырсық мінез деген жаман нәрсе. Мінез дұрыс болмаса өмірің қиын болады негізі. Осылай жүресің енді сандалып. Бұл мінез бе, әлде Бақтияр сандуғашта бір қимастық сезім, сондай бір нәрсе бар ма? Бұл негізінде бар ғой, қырсықтық және де бұл кішкене надандық та. Жаңағы өзіне оған пайда тиетін жерден оған жаңағы уступка жасап отырса адам, ол өзінше қырсығып, бір нәрсені дәлелдеп алатын адам құсап сөйтті да. Тезірек сол жерде рәсімдеп алименттен өмір бойы құтыла салу керек еді негізінде. Жаңа неге бәріңіз Ержанға жабылып кеттіңіздер? Жоқ, Ержанның жаңағы майда қылықтары бар, комментарийлерді оқиды да. Біздің өзіміздің WhatsApp тобымызда бар. Сөз жерге жазады, сені бүйтіп жазыпты, мені демейді, ол басқаларын сені былай жазған деп. Өзінің комментарийлерін оқиды ғой, өзі туралы айтпайды да. Түннің бір уақытында біздің мазамызды алатыны бар. Мен де бір-екі рет мен туралы да жазып, екеуміз ұрысқанбыз. Ержанға осы жерде бір жазған екен. Ержан саған байға тию керек деп комментарий жазыпты. Айбек мырза, эфир не болып кетті? Негізі бағдарлама татуластыру емес па дейді. Татуластыру. Айгерім ақылсың ба, Бақтиярды құртқан әбден дейді. Мен айтып отқан жоқпын, араларында мен білмеймін не болған. Мен ешкімді жақтап отқан жоқпын. Тек жаңағы алимент төлей алмаймын деді ғой Бақтияр. Сол кезде әйелі айтты, сандуғаш, мен босатамын сені өмір бақи деді. Сол кезде тез құжаттарды рәсімдеп, Шымкентке барған кезде бара салып бітіре салу керек еді. Енді ол өмір бақи балалар 21-ге толғанша алимент деген 3 балаға сұмдық қой енді. Айбек мырза, сандуғаш ханым баласының басын қоршап қойсыншы, аяқ астында тапталып қалмасыншы кейін дейді. Қайтыс болған баласын айтып отыр ғой, Сандуғаш өтірік жылап отыр. Айгерім айтшы, сандуғаш ұлымен бірге шылым шегіп тұрды ғой, қандай тәрбие дейді. Жарайды, бұл сұраққа жауап бермей қояйық. Сандуғаш жақсы болса балаларын алып Бақтиярға беріп кешірім сұрап отбасын жалғастырар еді дейді. Енді бұл жерде ондай нәрседен кетіп қалған сияқты, бір-бірінен кешірім сұрап бір отбасы болудан. Кетіп қалған. Енді бір мәмілеге келмейтін түрі бар ғой, Енді бізде осы мәселемен біраз жүгірдік, екі жақ татуластырамыз деп, бірақ ол мәселе шықпады. Мен де тікелей эфирден бірнеше рет айттым, Айбек мырза, есіңізде болса, бір-бірлеріңіз қимайтын сияқтысыздар. Неге бір соңғы мүмкіндік беріп, бір-бірлеріңізбен қосылып көрмейсіздер? Ақыры сізде Алматыда жұмыс істеп жүр екенсіз, семьяңызда осы жақта, отбасыңыз деп айттым ғой мен 2-3 рет. Енді көнбеді екі жақта. Ержан кетсе қызық болмайды дейді. Айбек, мына кейіпкерлер өз міндерін түзеп алсыншы. Мына Айгерімде ақылды әйтеуір, сандуғашты азғырып отырсыңдар дейді. Сандуғашты енді азғыратында ма жоқ енді? Біз ютубқа шыққан кезде көрермендер, біз мінсіз, біз керемет, біз деп шықпаймыз. Осы жарнаманың бос уақытын ютуб желісінде толтыру керек, сол сөйтіп сұхбатқа шығарады бізді. Біз өзіміз шығамыз деп үйтіп ондай ынта білдірмейміз. Арасында ынта білдіретіндер кездерінде болады ғой, мен шығайыншы деп. Айгерімнің жүрісіне жұмысы қалай қарайды екен дейді. Қазір онлайн сабақ түске дейін ғана ғой дейді. Осын қанша рет айттым. Түске дейін сабағымды берем, ешқандай сабағым қаза болып жатқан жоқ, бәріне үлгерем. Сабақты да қаза болады деп айтады. Әрине, ол қаза болады деп айтады, ол өйткені сабақ менің дипломдық жетекшім, ғылыми жетекшім сөйтіп айтатын, сабағымды қаза қылмаймын деп. Сол кісіден үйренгенім ғой.
сабақ деген святое дейді ғой орысша айтқанда. Ержан топас дейді. Бас демейді, табақ бет дейді. Айгерім неге отыр, бұлайда шешпейді ма, ақылгөй болмай дейді. Шеше алмағансың келіп отырмын ғой. Айгерім өзіне көп алатын сияқты дейді, жарайды. Негізі шын бар ғой, мен өзіме көп міндеттер не қылып қоямын, өзіме жүктеп. Ол көп алатыным расы. Бір күнді жоспарлайтын кезде таңертең немесе кешке де көп міндеттер жазып қоямын да, сосын өзім үлгеремін, өзім көңілім толмай сөйтіп жүремін. Болды, осымен уақыт аяқталды. Айгерім өте жақсы қыз деген пікірмен аяқталды.